Айнұр апай, қалыңыз қалай? Жақсы, бүгін күн жақсы, қалым да жақсы. Апай, сізге бір сұрақ қойып кетсек, сізге жалпы Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген тұжырыммен келісесіз бе? Мен өте келісемін. Қазақ тілінің болашағы арасында да тек қана қазақ тілінде. Біз өз тілімізді білмесек, біздің болашағымыз болмайды. Болашағы қазақ тілінде деген тұжырыммен келісесіз бе? Я думаю, что казахский язык будет играть очень большую роль в будущем, так как в наше время в основном все переходит на казахский язык обучения. В плане казахский язык, государственный язык, самый главный наш. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген тұжырыммен келісесіз бе? Иә, келісемін. Қазіргі таңда көптеген болашақ мамандар өсіп келе жатыр. Оның барлығы қазақ тілінде оқып жатыр. Қазақша аударылып жатыр. Қаншама кітаптар, қаншама оқулықтар. Қазақ тілі болашағымыз. Болашағы біздің қолымызда деген тұжырыммен келісесің бе? Иә. Неге жалпы қазақ тілі саған қандай қазақ тілі? Себебі қазақ тілі ол менің туған тілім, ол менің құрметтеуім, ол менің міндетім. Ол біздің қазақ тіліміз өте мол, өте жақсы. Мен болашақта барлық туып жатқан барлық адамдар қазақша сөйлегенді Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген тұжырыммен келісесіз бе? Әрине келісем. Қазақстанда болғаннан кейін қазақ тілі біздің ең бірінші маңызды тіліміз. Сондықтан қазақ тілін дамытып, жоғарыға дейін өрлетсек, ол біздің болашақ. Болашағы қазақ тілінде деген тұжырыммен келісесің бе? Әрине келісем. Біздің ата-бабаларымыздың көне қазақ тілін дамыту үшін мен өз үлесімді қосқым келеді. Және де біздің ұрпақ қазақ тілінде сөйлесе өте жақсы. Болашағы қазақ тілінде деген тұжырыммен келісесің бе? Да, келісемін. Себебі мен өз қазақ тілімді, туған тілімді құрметтеймін. Біреулер орысша сөйлеп жатқан кезде мен оларға қазақша жауап беремін. Және олар Қазақстанда қазақ тілінде сөйлеуі. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген тұжырыммен келісесіз бе? Иә, Қазақстан болашағы қазақ тілінде келісемін. Не себебі қандай бір мемлекет болмасын, ең бастысы оның мемлекет тілі болады. Ал біздің тіл мемлекетті ол қазақ тілі, ана тілі. Яғни қанмен, ана сүтімен берілген тіл. Сондықтан болашақта болсын, қазірде, өткенде де қазақ тілі мәңгілік. Я келісемін, өйткені қазақ тілі біздің тіліміз құндық болған соң, әр халық жоғалтса, онда біздің болашағы болады. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген тұжырыммен келісесіз бе? Әрине келісемін, потому что Қазақстан болғаннан кейін қазақ тілі бізде даму керек. Барлық жерде қазақ тілі. Балалар қазақ мектебіне барады, сөйлеседі орысша. Өйткені әке шешесі, атасы, әжесі бәрі орыс тілінде сөйлейді. Байлан өлеңін жалғастырыңыз. 5 нәрседен қашық бол. 5 нәрсеге асық бол, адам бол. Какую роль играет казахский язык в будущем? Мне кажется, что казахский язык в первую очередь важен для самих казахов, потому что культура, в первую очередь культура передается, свои мысли правильнее доносить соотечественникам. И, во-вторых, конечно, выводить казахский язык на мировой.